Сәлеметсіздер ме? Шаян белгісінде туылған жандар, бұл сіздердің қазан айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, астында менде ссылка бар. Консультация бойынша немесе басқа да сұрақтарыңыз болса, сол ссылка арқылы өтіп маған қойсаңыздар болады. Осы айдағы ең басты мәселе бұл күннің тұтылуы. Соңғы рет бізде күннің тұтылуы бұл мамыр айында болған болатын, 5-ші айда. Жалпы соңғы 2 жылдағы күннің тұтылуларының жаңағы қорытындысы болып есептеледі. Өйткені ең соңғы градустарында болады. Сондықтан өте маңызды деп айтсақ болады. 2-3 жылдан бері созылып келе жатқан мәселелерде қандай да бір шешімдер жасайтын боласыздар, немесе шешімдер сіздерге көріне бастайды. Сондай бір қорытындылар болады. 5-ші қазан күні бізде Меркурий планетасы 4-ші домға кіреді. Яғни ол күн планетасына жақындай бастайды. Меркурий күн планетасына жақындағанда адамда кішкене торможениялар болады деп айтсақ болады. Өйткені күн планетасына жақындағанда Меркурий сожжение болады. Ал Меркурий біздің жаңағы движениямызға, біздің сөйлеу мәнерімізге, интеллектуалды қабілетімізге жауап беретін планета. Сондықтан осындай мәселелерде кішкене снижение болады сіздерде. Кішкене бір нәрселерді түсінбей қалу деген сияқты болуы мүмкін. Енді бұл 4-ші дом болғандықтан, 4-ші дом бойынша құжаттар, қандай да бір сіздің тұратын жеріңіз, тұрғылықты жеріңіз, отбасыңыздың мәселесіне байланысты қандай да бір документацияларда сондай кішкене түсінбей, 2 рет өткізіп, қайта-қайта барып өткізіп деген сияқты сондай мәселелер болуы мүмкін. Немесе жаңағы аренда мәселесі, егер сіз жаңағы үй, басқа да бір коммерциялық недвижимость арендаға беретін болсаңыз, сіздің аренда ақшаңызды кешіктіріп беруі мүмкін. Немесе өзіңіздің сондай бір жильоңызды арендаға өткізе алмай қалуыңыз мүмкін. Немесе керісінше сіз сондай арендада тұратын болсаңыз, жаңағыдай бір жерді жалдайтын болсаңыз, кішкене сондай мәселелерде қиыншылықтар болуы мүмкін. Одан кейін 9-ы күні бізде Венера 3-ші домға кіреді. Бұл жерде 3-ші дом болғандықтан бір жерге бару, қыдыру, демалыс барысында баруыңыз мүмкін. Және де бұл жерде көп жақсы нәрсе тындыруыңыз мүмкін. Өйткені бұл Венера бикеш белгісіне кіреді. Ал бикеш белгісі бізде жаңағы барлық нәрсені ретімен, уақытымен істейтін белгілердің бірі. Сондықтан егер сіз жаңағы бір жерге жұмыс барысында баратын болсаңыз, көп жұмысты тындырып келесіз. Және барған сапарыңыз кішкене напряженно өтуі мүмкін. Және техникалық заттар, электронды заттар сатып алуыңыз мүмкін. Бірақ үнемшілік мақсатында кішкене арзандау нәрсе сатып алуыңыз мүмкін. Өйткені Венера бізде өте жақсы нәрселерді, сізге ұнайтын комфортный нәрселерге жауап береді. Бірақ жаңағы Сатурнмен оппозицияда тұр бұл жерде. Венера кішкене Сатурнмен бикеш белгісі сізді қысатын болады, ограничивать ететін болады. Сіз қаншалықты жақсы нәрсе алғыңыз келсе де, олар сізге үнемшілдік жаса деген сияқты кішкене жаңағыдай ограничение беретін болады, шектейтін болады сізді. Яғни үнемшілдік мақсатында шектелетін боласыз. Одан кейін 11-і күні бізде Плутон планетасы 7-ші домда ретро қозғалыстан артқа қарай жүріп жатқан, ол осы уақытқа дейін енді алдыға қарай жүре бастайды. Ол бізде мамыр айынан бері артқа жүре бастады. Жаңағы соңғы рет күннің тұтылуы, айдың тұтылуы болған кезде ол ретроға кірген болатын, естеріңізде болса. Енді сіздерде 7-ші дом мәселесінде қандай да бір қиыншылықтар болса, егер сіздің партнеріңізбен ара қатынасыңыз кішкене өте терең тұрғыда, жаңағы эмоциональный тұрғыда кішкене дұрыс болмай жүрген болса, бір-біріңізді ренжітіп қойып жүрген болсаңыздар, бір-біріңізді түсіне алмай жүрген болсаңыздар, сондай жаңағы қарым-қатынастарыңыз кішкене түзеле бастайтын болады, орнына келе бастайтын болады. Жаңағы қарым-қатынаспен жұмыс істей бастайсыз, түсіне бастайсыз да, жалпы қай жерде қандай қателік бар біздің қарым-қатынасымызда деген сияқты сондай бір түсінік келеді. Егер жаңағы бір токсичный отношениялар болса, сіз жаңағы зависимый отношения болса, сіз
одан мүлде құтылуыңыз мүмкін. Мен қалайша осындай отношенияда жүрдім деген сияқты өзіңізге осознание келуі әбден мүмкін осы жерде. Егер сізді жаңағы партнеріңіз подавлять етіп келсе, басып жаңағыдай сізді сөйтіп келген болса, оның барлығын сіздер эмоционалды тұрғыдан, іш жақтан, терең тұрғыдан түсінетін боласыздар. Одан кейін 12-сі күні бізде Марс планетасы 5-ші домға кіреді екен. Енді бұл жерде 5-ші дом болғандықтан көп адамдармен танысуыңыз мүмкін, тойға, жиындарға шақыруы мүмкін. Өте сондай той жиындарда активный боласыз, барғыңыз кеп тұрады осы айды той жиындарға. Егер бұрын жоқ бармай қойын қойшы деген сияқты болса, осы жолы сондай нәрселерге жаңағы желанияңыз ашылуы мүмкін. Және де ухаживаниялар болуы мүмкін басқа ер адамның тұрғысынан сізге. Одан кейін сексуальный влечениеңіз артуы мүмкін осы кезде. Және де осы кезде өте байқау керек тағы да қайтадан бір отношенияға түсуге, немесе жаңа отношенияға түсуге. Өйткені бұл жерде Марс планетасы Саршаян белгісінде болғандықтан бұл жерде сіздерде кішкене сізді сондай подавлять ететін адамға жолығып қалуыңыз мүмкін. Яғни сізді жаңағы манипулировать ететін сізбен, сондай адамдар сізге кездесуі мүмкін осы кезде. Сол үшін осы кезде жаңағы отношенияға түсуге мұқият қараңыздар. Келесі аспект бізде 14-ші қазан күні болады, күннің тұтылуы. Күннің тұтылуы осы айдың ең маңызды аспекті, бағана айтып өттім. Күннің тұтылуы Таразы белгісінде болады осы жолы және сіздердің 4-ші домдарыңызда. 4-ші дом енді бұл өте маңызды домдардың бірі, адамның жаңағы отбасы, адамның өзінің тұратын жері, отбасылық құндылықтары. Осы мәселелерде сіздерде бір өзгерістер болады. Мүмкін басқа жаққа көшуіңіз мүмкін осы бір күннің тұтылуы затменияның арқасында, басқа жаққа көшу, немесе жаңа отбасының мүшесі пайда болуы мүмкін сіздерде. Яғни отбасыңызға және тұратын жеріңіз, үйіңіз, недвижимостіңізға байланысты өзгерістер болады. Негізі бұл затмениялардың күші бізде 6 айға дейін созылатын болады. Сондықтан бұл затмения деген өте маңызды. Жаңағы 2 апта бізде 29 күні айдың тұтылуымен бұл затмения жабылатын болады. Және өте маңызды, өзіңіз 100% сенімді болмаған шешімдерді осы кезде қабылдамаңыздар. Мысалы, сіз басқа мемлекетке, немесе басқа жерге көшем десеңіз, желательно затмениялар біткеннен кейін келесі айда ойланып қозғалыс жасаңыздар. Потому что затмения кезінде күн тұтылады, адамның күні, адамның көзі тұтылатын болады. Сондықтан осы жерде қатты, осы 2 аптада қатты важный шешімдер жасамаңыздар. Одан кейін 22-сі күні бізде Меркурий планетасы 5-ші домға кіреді. Бұл жерде егер сіздің балаларыңыз болса, сіз үшін сондай тема актуальны болса, балаларыңыздың мәселесі, балаларыңыздың құжаттары, солардың қандайда бір жұмыстарымен жүгіретін боласыздар. Мүмкін оларды бір секцияға кіргізесіз, немесе басқа мектебін ауыстырасыз, мектеп ұнамай қалуы мүмкін деген сияқты, мектепке шақыруы мүмкін балаларыңыздың мәселесімен сізді, сондай жұмыстар болуы мүмкін. Және де бұл сіздің романтикалық жұбыңызбен ашық әңгімелер болуы мүмкін. Меркурий бізде разговорчивый, адамды сөйлеуге талпындыратын планеталардың бірі болғандықтан, бұл жерде ашық әңгімелер болуы мүмкін қандай да мәселелер бойынша. Балаларыңызға және де көп көңіл бөліңіз осы айда, олармен көп сөйлесіңіз, қандай проблемалары бар, қандай уайымдары бар, соның бәрін білуге сіздер міндеттісіздер. Сондықтан көбірек өзіңіздің балаларыңызды ашуға тырысыңыздар осы кезде. Келесі аспект бізде 29 күні болады, бұл айдың тұтылуы. Ай тұтылған кезде кішкене эмоциональный сәт болады. Осы айдың тұтылуымен біздің 2 апталық коридор затмениямыз жабылатын болады. Енді айдың тұтылуы сіздердің 11-ші домдарыңызда болады. Бұл бір завершающий кезең деп айтсақ болады. Қорытынды жасайсыздар. Сіздердің жаңағы 5 мамырда болды ғой, бізде соңғы айдың тұтылуысы 5 мамырдан бері
ойлаған арман тілектеріңіз болса, солардың кульминациясы, солардың қорытындысы болады. Егер мамыр айынан бері сіздер қандай да бір нәрсені ойға алған болсаңыз, сол кезде құрған армандарыңыз, сол кезде құрған пландарыңыз болса, 11-ші дом бойынша, сол мәселелерде бір точкаға келетін боласыздар, бір нүктеге келіп тірелетін боласыздар осы айдың соңында. Сіздердің сол армандарыңыз орындалуы мүмкін, немесе сол армандарды орындауға сіздерде жол көрсетілуі мүмкін сізге. Сіз сол жолмен жүре бастайтын боласыз, яғни ойыңыз тиянақталатын болады, ойыңыз жинақталатын болады. Уже четко білетін боласыз не істейтініңізді, ары қарай қалай қозғалатыныңызды, қандай жолмен жүру керек екенін түсініп, сондай бір осознание келетін болады сіздерге осы айда. Осы айдағы планеталардың жүрісін, қозғалысын, барлығын өздеріңізге тек жақсы жағынан пайдалануларыңызға тілектеспін. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.